Сәлем достар, қалайсыздар менің достарым? Достар, бүгін менде Әлімжеттің әлсіздігі атты сериалдың екінші сериясы болады. Достар, көрмей жатыр, лайк басып кетіңіздер. Ал мен киномды бастайын. Мам, қараңыз, мен осыншама 3 мың теңге ақша таптым. Ой, балам, алтын балам менің сол. Балам, жуынды бала ғой. Сосын сабаққа шайыңды ішіп алды, сабаққа бара. Ақшаны ана жерге қойып кетті. Жарайды. Бұйырса осыған үй, машина баламыз 40 мыңнан асып жатыр қой, тегі күшті. Балам, сабағың қалай? Сабаққа да көңіл бөліп жүрсің бе? Иә, нашым, мен осы 90-дыққа 5-ке шықтым. Ой, қандай күшті балам. Тез ішіп алып, сабағыңа үлгермей қалуың мүмкін. Аделя келді ма? Жоқ, Аделяның сабақтан шығатын уақыты болып қалды. Келіп қалған шығар. О, міне, Аделя да келіп қалды. Аделя қызым, сені күтіп отырмыз. Аделяға не болған? Білмеймін өзімде. Не болған? Каз, мен барып келейінші, не болған, қарап келейін. Аделя, қарындасым, не болды саған, неге жылап отырсың? Ағатай, мен сыныптағы барлық қыздар кемсітеді, мазақтайды, буллинг көрсетеді. Ой, кімдер? Гүлім, Жұлдыз, және де Нұрсезім. Сен езіп кемсітеді. Сен бейшарасың. Мені барлық біле жалылар маған ғана жаба салады. Мұғаліміңе айтсайшы? Жоқ, ештеңе. Ағатай, бірақ анам айтпаңызшы. Жарайды, көз жасыңды сүрте қойшы. Иә. Байғұс қарындасым не бір зәбір көріп жүр. Менің көргенімді бұл да көрмесе екен. Ой, келдіңдер ма? Бір сағат, 15 минутқа кетіп қалдыңдар ғой. Аделя қызым, не болды? Ой. Мам, ешнәрсе емес. Мама ештеңесі емес. Бағана құлап қапты, соған жылаған. Тез ауырып қапты. Енді жақсы ма қазір? Иә, мам, жазылды уже. Қызым, сабағың қалай? Иә, жақсы. Суреттеріңді салып атсың ба? Иә, салып сатамын. 3 сурет салып қойдым, сатам ғой. Жақсы. Ой, тез ету керек, сабаққа тусына сумканы асап кете берейін. Так, на суретті бастайын, енді бағана салып кетіппін ғой. Бірінші. Ой, қалайсыңдар, Айгүл? Ғазиз апай, қалайсыз? Ой, жақсымыз, өздерің қалайсыңдар? Менің Аделя қызым қайда? Ой, ол сурет салып сатайын деп жатыр. Қайда? Ой, жаным ау. Жаным, Аделя қызым, не салып жатсың? Сурет апа. Қалайсыз, Ғазиз апа? Қалайсың өзіңде, жақсысың ба? Иә, міне суреттер салып қойдым. Сатып аласыз ба? Мен сізге тегін берем бәрін. Міне, мына жақта да гүл суреттер салып қойған. Қазіргі заманда тегін деген нәрсе болмайды. Мен қазір мына суретті алайын. Міне саған ақшасы. Ой, рахмет, бұл көп емес па? Жоқ. Ой, құдай, шашып кетпейсің ба? Ой, асығыспын. Ой, Жандосқа сәлем айт. Міне, Ғазиз апа маған осындай ақша беріп кетті. Ой, бұл көп қой. Өзіне қайтарып берек. Мама, бірақ бізге керек қой. Бірақ ол маған ала бер деді. Жарайды. Қойып қоя ғой. Уже 50 мыңнан асып жатырмыз. Иә, дұрыс айтасың, мама. Ей, досым, мұна Жандостың шкафына өрмекшінің торын сап кетек. Давай. Ой. Не істеген? Өрмекшінің торы? Қорқақ. Сендер ма менің шкафыма тор сап кеткен? Я, біз не істейсің? Соны айтам. Сен вообще қатайма. Сен мен ірімді ұрма, сұндың ба? Өздері ұрам, не істейсіңдер? Ме саған. Ай, қатты ауырып кетті. Ой, қорқақ, кетіп қалды. Қорқақ. Не деген қорқақ? Ата-анасы қорқақ қылып үйреткен ғой. Әр балаға таяқ жегізіп па? Дұрыс айтасың, інім, солай. Не болды, біреуден таяқ жеп кеп тұрсың ба? Солай ау, біреуден таяқ жеген ғой, ана ағалы ініледен. Ой, қойш.
Сен кімсің бізге қош дейтін? Тұрған жеріңнен жоқ қыламыз. Қостан кейін қоңырауда мектептің артына шық, көресің қойш деген сөзді. Ту жігіттер, осы сендерге не жетпейді, қойсаңдаршы, ол да біреудің аялап өсірген баласы ғой. Ол да біреудің жалғыз ұлы шығар, не істейсіңдер? Ой, махаббаттар қорғап жатыр. Ай, достың қызы, сен қоя салшы. Қоймаймын, мен сендерді апайға айтып беремін осы сөздерің үшін. Ой, қоя салшы.